Mau tempat terima YouTube no Instagram.
Assalamualaikum hurmatli sport qavm. Liga 2025 Spartakiadasi futbol o'yinlari жалғасуда. Voleybol, to'g'izmalak, shaxmat sindi o'yinlar аяқталды. Бүгін волейболдың соңғы ойыны болған болатын. Кигок және Ақтөбе арасында айқын басымдықпен Кигок командасы жеңіске жетіп, волейбол түрінен әрине. Маған жоқ көне. Ал футболдан әзірше кім чемпион болары белгісіз. Ойындар бар біраз. Дәл қазір алаңда Кигок және GPC командалары бақ сынасуда. Матчтың алғашқы минуттары. GPC командасы көк түсті жейдемен ойнаса, Кигок командасы ақ жейдемен алаңға шықты. Әзірше матчта есеп ашылған жоқ. Қателік және 2-1 шабуыл. Және сәл қалды есеп ашылуға. Енді GPC-дің шабуылы. Yeah. Кигок командасында Үмбетбаев Қайрат. GPC шабуылдауда Әлшер Сабетов. Бүгін Әділет Сабетов, кешірім сұраймыз. Әділеттің бүгін туылған күні екен. Ұйымдастырушылар тарапынан арнайы сыйлықтар берілді. Құрметті көрермендер, дауысымыз естіліп тұр ма? Белгі беріп жіберсеңіздер.
Кигок командасы бұрыштамадан допты ойынға қосты. Самғат Аманжолов допты аутқа шығарып алды. Даусымыз естіледі дейді, рахмет көп. Сәл-пәл техникалық ақаулар болып қалды, айып етпеңіздер. Доп ойында Үмбетбаев Қайрат сол қапталда доптан айырып қалды. Камил Епифанов Самғатпен. Самғат екінші номердегі Асқар Абиловке доп ұзатты, алайда Асқар жетпей қалды. Доп Кигок командасында қалды, есеп 0-0. Қос командаға да жеңіс ауадай қажет. Егерде футболдан жүлделі үздік үштікке кіргісі келсе, осы ойында жеңіске жету қажет. GPC-ге де, Кигок командасына да. Сондықтан барын салуда. Әзірше матчтың есебі ашылған жоқ. 0-0. GPC командасында 2 фол бар екен. Самғат Аманжолов. Самғатты оңай алдап өту мүмкін болмай жатыр. Тимур Ажмұратов. Кигок қақпасында тұрған ойыншы ойынға араласты. Самғат Аманжолов. Тағы да фол. GPC-дің 3-ші фолы екен. Фол жасауда сәл абай болу керек сияқты GPC-ге. Себебі 5 фол тіркелсе, кесірім сұраймыз, 6 фол тіркелсе, дабл пенальти тебетін болады қақпасына. Дабл пенальти дегеніміз 10 метрден. Пенальти, бірақ пенальтидің сәл алыстатылған, қиындатылған түрі 10 метрден. Бірақ соның өзінен гол соғып кететіндер жетіп артылады. Үмбетбаев Қайрат өзінің егде жасына қарамастан керемет ойын өрнегін көрсетуде. Тамерлан және 8-ші номердегі Кигок ойыншысы қателесті. Дүйсенов Рустам екен. Топпен Асқар Абилов келеді және Сәбетов Әділетке пас асырды. Тимур Ажмұратов допты бәлесінен аулақ деп алысқа тебе салды. Басы гол кірмесе болды деп. Ал бұл Камил Епифанов ауттан бастады. Асқар Әділет Сәбит. Тағы да фол. 4-ші фол. GPC бірінші таймның жартысы өтпестен 4 фол жасап тастады. Енді бір фол болса 5 фол қауіпті болады. Камил және 90 номердегі ойыншыға пас қалдырды. Ерік Қармысов. Тимур Ажмұратов алға доп асырды және бұл жерде баспен секіру керек еді топқа. Қармысов Ерік. Камил. Құрмет көрермендер, даусымыз шықпай қалып жатса, лезде айтып жіберсеңіздер. Тамерлан Сапаргалиев. Және керемет шабуыл сол қапталда.
Әділет Сабетов допты тоқтата алмады. Рустам Дүйсенов Кигоктың кезекті шабуылын бастауда, алайда сәтсіз, допты аутқа шығарып алды. Дауыс естіліп жатыр ма? Дауыс. Төремұрат Әскербекұлының соққысы әзірше голдың ауылы алыс сияқты. Гол тіркелген сияқты еді, алайда төреші фол тіркеді. Гол емес, фол тіркелді. Ал бұл GPC командасының 5-ші фолы. GPC командасында 5 фол. GPC командасында 5-ші фол тіркелді. GPC командасында 5-ші фол тіркелді. Бұл дегеніміз өте қауіпті. Яғни енді бір фол болса, енді бір рет ойын тәртібін бұзса, Кигок ойыншылары GPC қақпасына 10 метрден айып добын соғатын болады. 10 метрлік пенальти, қысқаша айтқанда дабл пенальти деп аталады футзал тілімен. Сондықтан қазір Кигок ойыншылары әдейі фолға ойнауы мүмкін. Әдейі фол жасауға мәжбүрлеуі мүмкін. Егер жасай алса олай. Ойын қайта жалғасты. Камиль мен Самғат қорғаныс жақта. Асқарға керемет пас және Тимур Ажмұрат допты бастады. Дастан Мырзин. Дастаннан кеткен екен доп. Допты линияға қойып бастау керек. Азамат Байдәулет. Және жойқын соққы. Сәл қалды. Пенальти тіркелді. Тоғызыншы номердегі GPC ойыншысын шалып құлатты. Және төреші ойланбастан пенальтиге көрсетті нүктеге. Алаңда жатқан 9-шы номердегі GPC ойыншысы Дастан Мырзин. Мына жақта Азамат Байдәулетов те жарақат алып қалған сияқты. Төреші қолтығынан демеп алаңның жиегіне шығарды. Азамат Байдәулетов Кигоктың негізгі ойыншыларының бірі. Тобығынан теккен сияқты қарсыластары. Ал нүктеде Самғат Аманжолов, GPC-дің көшбасшысы. Және гол! Самғат Аманжолов матчтың есебін ашты. GPC командасы матчтың есебін ашты. Гол авторы Самғат Аманжолов. Есеп 1-0.
Және гол салған бойда GPC ойыншылары ойын тәртібін бұзып үлгерген екен. Соның салдарынан 6-шы фол тіркеліп, қақпаларына дабл пенальти белгіленді. Нүктеде Үмбетбаев Қайрат. GPC қақпасына дабл пенальти. Нүктеде Үмбетбаев Қайрат. Кигок командасы есеп теңестірді. Гол авторы Қайрат Үмбетбаев. Есеп 1-1. Кигок командасы дабл пенальтиді сәтті орындап, есепті теңестіріп кетті. GPC командасында 6 фол, соны естен шығармау керек ойыншылар. Себебі тағы фол жасаса, қайтадан дабл пенальти дебетін болады. Төремұрат Аскербекұлы қателесті. Асқар Абилов. Дастан өз соқ жасады, сәтсіз. Тимур Ажмұратов. Пас жетпеді. Ерік Қармысов. Бұл жолы Кигок ойыншылары ойын тәртібін бұзды. Кигокта 3 фол екен. Асқар Абилов айыптауын орындауға дайындалуда. Төреші 5 метр санап берді. Бірінші таймның аяқталуына санаулы минуттар қалды. Соңғы минут деймін тіпті. Самғат Аманжолов. Және бірінші тайм аяқталды осымен. Есеп 1-1. Әзірше қос команда бір-бірден гол алмасып алды. Екінші таймда қайта жолығамыз.
Enerji Süper Liga деген Күту бірінші лига деген салыстырып Күту бірінші лига деген аралары асып кеткен асында Мекеге түсіп кеткен бірінші лига деген енді қарапайым нәрселерді теңестіріп бірдей Армысыздар, құрметті футболшылар қауым. Даусым енді естілді ме? Энерголига 2025 спартакиадасы футбол ойындары жүріп жатыр. Ақгүл Лиманова ханым, рахмет кері байланысыңыз үшін. Алаңдағы қос команда Кигок және GPC арасындағы тартысқа толы матч. Есеп 1-1, екінші тайм басталды. Бірінші таймда қос команда бір-бірден гол алмасқан. Алғаш болып GPC командасы матчтың есебін ашқан. GPC сапында Әділет Сабет, кешірім сұраймыз, Самғат Аманжолов команда капитаны есеп ашты. Ал Кигок сапында команда капитаны ардагер ойыншы Қайрат Үмбетбаев дабл пенальтиді сәтті орындап есепті теңестірді. Даусымыз естіліп тұрма ағайын. Айтып жіберсеңіздер. Осы матчтан кейін бүгінгі күннің соңғы ойыны Энергосистема Интергаз арасындағы матч өтетін болады. Ол матчта жойқын тартысқа толы өтеді деген сеніміміз бар. Рахмет Жаннат ханым. Қай команданың жанкүйерлері басым екен біздің эфирімізді тамашалап отқан көрермендердің арасында. Айтып қойсаңыздар, Самғат Аманжоловтың жойқын соққысы қақпашы аяғына қысып тоқтатып алды. Қайрат Үмбетбаевтың соққысы. Командалар алма кезек соққы жасауда. Камил Епифанов, оған қарсы Рустам Дүйсенов. Самғат Аманжолов соққы қайда? Ұзақ пас алмасып тұрып қалды командалар. Самғатқа соққы жасайтын керемет мүмкіндік болып еді. GPC Самғатта доп. Самғат алға қарай асырды. Қақпашы өз орында. Қай команданың жанкүйерлері басым қолдау көрсетіп отыр, қарап отыр эфирімізді. Жазып қойыңыздар, құрметті ағайын. Кигок командасының қақпасының алдында қауіпті сәт. GPC екінші таймда басымырақ көрінуде. Самғат Аманжолов соққы болу керек және қандай тамаша гол!
Самғат Аманжолов керемет жойқын соққы жасап есепті өзгертті. 2-1. Әзірше осы Спартакиададағы ең үздік гол сияқты. Доп қақпаның маңдайшасына тиіп қақпаға кірді. Сеткада тулады. Голды көрмей қалдым дейді. Артқа айналдырып қарап алсаңыз болады. Бұндай голды қалай да көру керек. Есеп 2-1, GPC алда. Рустам Дүйсенов. Шабуылда Кего керемет шабуылдың басы көрінді. Алайда басын GPC-дің қақпашысы шауып тастады бірден. Ешқандай ойын тәртібі бұзылған жоқ. Ешқандай стимуляцияға да жол жоқ. Әділ футбол керек. Самғат Аманжолов. Жаңа гол тағы да қайталай ма екен? Оныншы нөмірдегі ойыншының өзіне сарғағаз көрсетілу керек. Төрешіден сарғағаз сұрауда. Біреуге орғазба өзің түсесін дегендей. GPC ойыншысына сарғағаз көрсетсе іштебет, төреші өзіне сарғағаз көрсетті. Самғат Аманжолов дубль авторы. Әділет Сабетов қателесті. Үмбетбаев Қайрат ағамыздың шаршайтын түрі жоқ. Доп тартып алды. Реш Мәди. Самғат доп тартып алды. Ар жақта бір ойыншы жатыр жерде. Сабет әділет екен. 10 нөмірдегі Реш. Камиль Епифанов ауттан доп бастады. Асқар Абилов. Құрмет жанкүйерлер, естеріңізге сала кетейік, Энерголига 2025 Спартакиадасы алаңдағы қарсыластар Кегок және GPC командалары. Есеп 2-1 алда GPC. Самғат Аманжолов дубль жасап GPC командасын алға жетелеуде. Жеңіске жетуге бір табан жақындатты. Доп ойында. Дастан Мырзин. Асқар Абилов қақпашын ойынға қосты.
Kamil Epifanov аут алды. Kamil kulib qo'yadi. Kameramizga qarab. Asqar Abilov topni bag'indira olmadi. Autga chiqarib jibirdi. Temirlan Saparg'aliyev Baydavletovga o'ynadi. Asqar Abilov Dastan qaqpachi o'yinga qo'shildi. Damir Sultanғали 8 nömerdегі. Бұл бастым қатты. Байдавлетов. Әскербекұлы соққа сәл әлсіздеу соққы болды. Байдавлетов. Үмбетбаев. Байдавлетов. Төрімұрат Әскербекұлы. Шабуылда GPC. Қайрат Үмбетбаев сол қапталдан шабуыл бастаған, алайда сәл жылдамдық жетіспей қалды. Ардагер ойыншыны түсінуге болады. Жастармен жарысып жүр. Асқар Абилов. Рустам Дүйсенов. Үмбетбаев. Байдавлетов. Доп аутқа шығып кеткен екен. Асқар Абилов Әділет Сәбетовке қалдырды. Самғат Аманжолов оң қапталдан жеке дара кірді және сәл сәттілік жетіспеді. Ал бұл біздің мобилограф Лариса ханым. Сәлем жолдап қойсаңыздар болады. Асқар Абилов, оған қарсы Дүйсенов. Рустам. Төремұрат топ тартып алды. Ерік Қармысов сол қапталда. Тимур Ажмұрат топ қағып алды.
Төремұрат. Рышмәди. Дүйсенов Рустам. Шаршаған сияқты, доп тоқтатылмады. Самғат Аманжолов. Камиль. Самғат жеке дара кірді. Және сәл сәттілік жетіспеді. GPC командасы тайм-аут алды. Кешірім сұраймыз, Кигок командасы алған екен тайм-аутта. Доп Кигокта. Есеп 2-1 алда GPC командасы. Ал арт жақта қаумалап тұрған қалың көрермен, қалың жанкүйерлерді көріп отқан боларсыздар. Қалың көрермендерден кейін, осыдан кейін қандай матч болатын түсініп те отқан шығарсыздар. Осыдан кейін алаңға энергосистема шығады. Энергосистеманың жанкүйерлері өте көп. Басқа командалардың да жанкүйерлерін солай келген тілейміз. Анетов Ақылбек, сізге де рахмет осындай кері байланысыңызға. Осындай сөздерді көбірек жазып қойсаңыздар қарсы емеспіз. Қуанғали 20 минуттан 2 тайм 40 минут. Барлық футзалдың барлық ережесімен жүріп жатыр 20 минут. Бірақ уақыт тоқтатылмайды, таза 20 минут емес. Футболдың тілімен айтқанда грязный уақыт. Дамир Сұлтанғали. Қашан соққы жасайтын ойың бар, Дамир? Ондай сәттерде жылдам шешім қабылдау керек. Энергосистема Интергаз осыдан кейін дейді. Қуанғали дәл солай. Интергаз бен энергосистема. Доп аутқа кетті. Тамерлан Сапарғалиевтен кетті. Самғат Аманжолов допты бастады. Камиль столптың рөлін тамаша атқаруда. Камильді итере қоятын адам жоқ сияқты. Доп әлі ойында. Асқар. Қайрат Үмбетбаев бұл допты тіремей шығарып тастау керек еді ғой. Амин, рахмет көп баршаңызға. Біздер нақты бір командаға сәттілік тілемейміз. Біздер барлық командаға сәттілік тілейміз. Нейтралды жанкүйеріміз, бізге тартысты ойын керек. Бір командаға болсақ та ол ішімізде айтуға болмайды. Көрермендерден ұят болады. Сондықтан түсінесіздер деген ойдамыз. Жалпы менің өзімнің болысып жүрген командам көп осы жарыста. Оны бірақ жарыс біткеннен кейін айтам. Матчын аяқталуына санаулы минуттар қалған сияқты. Әлі де GPC алда 2-1. Кигокқа осы матчта қандай да бір ұпай алып қалу керек болса,
Жылдамдату керек. Есепті теңестіру қажет. Бар болғаны 1 гол салса есеп теңеседі. 2 гол салса 3-2 есебімен алға шығады. Самбат Аманжолов басымен шығарды. Доп бұрыштама. Самбат Жарсаған, Ерік Қармысовпен ауысты. Дүйсенов Рустам. Бұрыштамадан допты ойынға қосуға дайындалды. Қармыс Ерік. Осылайша матч аяқталды. Есеп 2-1. GPC командасы жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Ал алаңда келесі матч Энергосистема Интергаз.